Бұл кем дүние, бәрі де болады. Батырмен сөйлессің, жауға салған ойранын айтады дейді. Шешеммен сөйлессең, қызық думан тойдағын айтады дейді. Қомағаймен сөйлессең, ішіп жеп тойғанын айтады. Саудагермен сөйлессең, қызыл кездеме байрағын айтады. Шаштаразымен сөйлессең, ұстарасымен қайрағын айтады. Ақылдымен сөйлессең, асыл сөздің қаймағын айтады. Ақылсызбен сөйлессең, миға қонбайтын қай-қайдағын айтады. Миға қонатын нәрсені айту керек. Бос сөздің керегі не ол? Адам болсаң, ең әуелі өзіңді біл. Адамға сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр сөзде әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста қалай сөйлейтұғын кезіңді біл дейді ғой. Қай жаста? Жасыңа қарап сөйлей, дұрыс сөйлей білу керек. Рухани азық беретіндей кейінгі ұрпаққа шіркін-ай, ана кісінің сөзін ай деп сені аңсап сағынатындай дәрежеге жету керек қой. Желісі жер танабын қуырған, шашашы желге жуылған, шоқтығы алатаудай, қабырғасы қаратаудай дейді. Қос көзі жұлдыздай, тересі құндыздай, бұтынан бұлан өтетін, қолтығынан құлан өтетін. Қос құлағы ашасындай бақанның, қостанау аузындай апанның. Сауырына сарарқа сиятын, бауырына жанарқа сиятын. Бауырына екпіні тас құлатқан, жанардан жас құлатқан, жортса жотадан жотаға жоситын, кісінесі кіші сошитын, қылғырығы бір тұтам қазанатыз деп жүрмін. Тәнімді самалға сергітіп, аторына жел жұтып, алақаныма бөрі бұршақ салғанымда, бүгіліп бөрі құрсақтанғанымда, сүрінгенімді білдірмей, дұшпандарымды күлдірмей, бармағым бүкпейтін, жауымды бүктейтін, қауіптің қара бұлты тұрса да, қабырғасы сынса да, қабақ шытпайтын, туымды жықпайтын, мұзға салсаң табандап сыз батпайтын, отқа салса табандап міз қақпайтын, мен үшін қан қақырған, көзілмей таңдақтырған, жауырыныма қадалған жебені тісімен жұлатын. Мен өлгенде денемді желкенбей жуатын, аузымды толтырып айтуға тұратын. Азамат іздеп келемін. Қаладан далаға қонып, даладан қалаға қонып, азамат іздеп, қазанат іздеп қаңғырып, таба алмай жүрмін қарағым, таба алмай түбі қаламын. Қиялдай мен осы қияли болып барамын деп.